Сәлеметсіңдер ме 7 сынып оқушылары? 20 сабақтың есептерін түсіндіретін боламын. 20-да бірінші есеп, 20-да үшінші кесте функцияны береме. Оқушылар, мұнда бізде x-тің әрбір мәніне y-тің бір мәндері сәйкес келіп тұр. 1-де 0,15, 2-де 1, 3-де 1,15. Демек, бірінші кесте бізде функцияны береді екен. Енді мұнда бізде -1-де 1, -2-де 2, 1-де 1, 2-де 2. Мұнда бізде x-тің мәндері әртүрлі, ал y-тер мұнда мінекей. Екеуінде де 1-де 1, 1, 2, 2. Мұнда бізде x-тер әртүрлі бола береді, ал y-тер мәндері бірдей болатын болса, ол ештеңе етпейді. Бұл бізде функцияны береді. Енді үшінші кестеде мұнда мінекей x-тер бірдей, мұнда 1, мұнда 1, ал y-тің әртүрлі мәндері сәйкес келіп тұр. Демек, мұнда бізде функция болмайды, яғни функцияны бермейді. Енді мұнда бізде y-тер бірдей, ештеңе етпейді. X-тің мәндері әртүрлі болып, оған бірдей y-тің мәндері берілетін болса, ол да функцияны береді. Келесі 20-да екінші есепте 4-ші кестемен берілген y функциясының анықталу аймағын табыңдар. Анықталу аймағы x-тің қабылдайтын мәндері. Бізде біріншісінде анықталу аймағы 1, 2, 3, 4, екіншісінде 1, 4, 2, 9. 20-да үшінші есеп, 20-да 5 кестемен берілген функция өспелі ме, әлде кеммелі ме? Бірінші кестеде x-тің мәндері өспелі, яғни 7, 8, 9, 12 болып тұр екен. Ал y мәндері соған сәйкесінше 1, 2, 3, 4 ол да өспелі болып тұр. Демек, бізде бірінші кесте өспелі. Екінші кестеде дәл сондай, өздері байқап тұрғандай 44, 30, 15, 6 деп берілген екен. Оны біз 6, 15, 30, 44 деп алсақ болады. Соған сәйкес 1, 10, 20, 40 деп алсақ болады. Сонда екінші кесте бізде өспелі болады. Ал үшінші кестеде 10, 20, 30, 40 x мәндері өспелі, ал y мәндері 5, 15, 10, 20. Яғни 5, 15 болып өскенде 10-ға қарай түскен, кеміген ары қарай өскене, демек өспелі де кемемелі де емес. Төртінші кестеде x мәндері өспелі, y мәндері кемелі болып тұр екен. Демек, бізде төртінші кесте кемемелі болады. Бесінші кестеде x мәндері кем тұр екен, ал y мәндері өсіп тұр екен. Қарама-қарсы болып тұр ғой. Сонда бесінші кесте бізде кеммелі болады. Алтыншы кестеде x мәндері өспелі, ал y мәндері бастапқыда өсіп, соңғы жағы кеміген. Демек, алтыншы кесте бізде өспелі де кеммелі де емес. Енді жетінші кестеде x мәндері 4, 5, 6, 7 өскен. Мұнда бізде 0, 5 өспелі, мұнда мынау аралықта кеммелі, ары қарай 4 пен 6 аралықта өспелі. Демек, жетінші кесте бізде өспелі де кеммелі де емес. Ал 8-ші кестеде 2-ден 1, 3-ден 1, 4-ден 1, 5-ден 1, мұнда бізде кеміп жатыр. Ал мұнда мінекей бізде -2-ден 1, -3-ден 1, -4-ден 1, -5-ден 1. Мұнда бізде не істеп жатыр? Өсіп жатыр. Демек, 8-ші кесте бізде кеммелі болады. 20-да 4-ші есеп, 20-да 6 кестемен берген функцияны формула арқылы жазыңдар. Мұнда біз x-тің орнына 1 қоятын болсақ, y 3-ке тең болады екен. X-тің орнына 2 қойсақ, y 6-ға тең болады екен. Яғни 3 еселеніп тұр екен. Сонда y тең 3x болады. Функцияның анықталу аймағы қандай сандардан тұрады? Анықталу аймағы оқушылар мінекей x-тің қабылдайтын мәндері 1, 2, 3, 4. Функциялардың қайсысы өспелі, қайсысы кеммелі? Оқушылар, мұнда бізде x-тің мәні өсіп жатыр екен. Мұнда да өспелі, демек бірінші кесте өспелі болады. Оқушылар, мінекей бірінші кестенің формуласы анықталу аймағы өспелі болады. Екінші кестенің формуласы анықталу аймағы өспелі. Жалпы оқушылар, анықталу аймағы барлығында бірдей екен. Енді мінекей формуласы, үшінші кестенің формуласы 3x азайтылған 1, ол өспелі болады. Төртінші кестенің формуласы y тең -3x, ол кеммелі. Бесінші кестенің формуласы y тең -3x қосылған 1, ол да кеммелі. Ал соңғысы y тең -3x -1, ол кеммелі болады. Келесі 20-да 5-ші есеп, 20-да 7-ші кесте бойынша функцияның анықталу аймағын табыңдар және функцияның өспелі немесе кеммелі болатынын анықтаңдар. Анықталу аймағы x-тің қабылдайтын мәндері барлығында 0-ден 6-ға дейін екен. Яғни 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандары функцияның анықталу аймағы болады. Өспелі немесе кеммелі болатын анықтайтын болсақ, бірінші кестеде x-тің мәндері өспелі, соған сәйкес y мәндері де өспелі болып тұр. Демек, бірінші кесте бізде өспелі болады. Ал екінші кестеде x-тің мәндері өспелі, ал y-тің мәндері бізде кеммелі болып тұр екен. Демек, екінші кесте кеммелі болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші есептерде анықталу аймақтары бірдей, 0-ден 6-ға дейін болады. Енді бірінші кестемен берген функция бізде өспелі, екіншісі кеммелі, үшіншісі өспелі, төртіншісі кеммелі болады. 5-ші және 6-ші есептерде анықталу аймақтары -4-тен 5-ке дейін өспелі де кеммелі де емес.
Жетінші кестеде анықталу аймағы -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. X мәндері өспелі, Y мәндері де соған сәйкес өспелі болып тұр екен. Демек, мұнда бізде жетінші кестемен берілген функция өспелі болады. Ал 8-ші кестеде анықталу аймағы мінекей -3 пен 3-ке дейін екен. Яғни -3, -2, -1, 1, 2, 3. Мұнда бізде X мәндері өспелі, ал Y мәндері мінекей кеммел болып тұр, иә. Мына жерге дейін кем тұр, ары қарай тағы да кем тұр екен. Демек, 8-ші кесте өспелі де кеммелі де емес. 26-шы есеп, 25 жаттығуындағы кестелердің берілгендерін қолданып, функцияны формула арқылы беріңдер. 5-ші есептегі жаттығулардың формуласын жазатын болсақ, мінекей осылай жазамыз. Бізде бірінші кестенің формуласы y тең 2-нің x дәрежесі, ал екіншісінкі y тең 1 бөлінген 2-нің x дәрежесі. Үшінші кестенің формуласы y тең 3-нің x дәрежесі, ал төртінші кестенің формуласы y тең 1 бөлінген 3-нің x дәрежесі. Енді 5-ші кестенің формуласы y тең x квадрат, 6-ші кестенің формуласы y тең 1 бөлінген x квадрат. 7-ші кестенің формуласы y тең x куб, ал 8-ші кестенің формуласы y тең 1 бөлінген x куб. 27-ші есеп, егер y тең x квадрат формуласымен берілген функцияның анықталу аймағы мінекей осы сандарынан тұрса, онда функцияны кесте арқылы беріңдер. Функцияны кесте арқылы беретін болсақ, оқушылар, мұнда біз x-ің орнына -3-ті қойып квадраттаймыз, сонда 9 болады. -2-ні қойып квадраттасақ 4 болады. -1-ді қойып квадраттаймыз, 1, мұнда 0, 1, 4, 9 болады. Мінекей ары қарай осылай толтырамыз. -30-ның квадраты 900, -20-ның квадраты 400, -10-ның квадраты 100, 0-дің квадраты 0, 10-ның квадраты 100, 20-ның квадраты 400, 30-ның квадраты 900. -8-ның квадраты 64, -7-ның квадраты 49, -6-ның квадраты 36, мұнда -5-ның квадраты 25, -4-дің квадраты 16. 4-ші, 5-ші, 6-ші кестені y тең x квадрат формуласын қолданып, осылай толтырамыз. 28-ші есеп, координаталық жазықтыққа келесі нүктелерді белгілеңдер. -3-те 4, оқушылар, мұнда бізде 0, 1, 2, мұнда бізде -3 орналасқан, -3-те 4. Былай апарайық, 4-дің тұсына дейін. Мінекей 4. Осылай штрихтап барып, екеуінің қиылысқан жерін А деп аламыз. Енді келесі 5-те 6. Мұнда бізде 5 бар, мұнда мінекей 6 бар. Мұнда бізде Б нүктесі. Келесі 2-де -3, 2-де -3. С нүктесі. -1,15-те -2. Мұнда бізде -1 бар. -1 мен -2-ның ортасында -1,15 бар. Және мұнда мінекей -2. Мұнда бізде Д нүктесі. Енді келесі 0-де -2. 0-де -2 мұнда орналасқан. Бұл бізде М нүктесі. Келесі 3-те 0. Мінекей мына жерде. Н нүктесі. 29-ші есеп, бірінші тапсырмасы, абсцисса өсіне тиісті бірнеше нүкте, ордината өсіне тиісті бірнеше нүкте салындар. Осы нүктелер координаталарының қандай ерекшелігі бар? Оқушыларына бізде x өсі абсцисса өсі, ал y өсі ордината өсі. Енді осы өстердің бойына бірнеше нүктелерді салайық. Мысалға, мына жерге бір нүкте салайық. Абсцисса өсіне бұны біз А нүктесі деп алайық. А нүктесі координатасы 4-те 0. Және мұнда бір нүктені салайын. -8-де 0, бұл бізде Б нүктесі. Енді ордината өсіне орналастырайық. Мысалға, шамамен осы жерге орналастырайын. Бұл бізде С нүктесі. С нүктесінің координатасы 0-де 3. 0-де 3. Енді келесі шамамен мына жерге бір нүкте орналастырайын. Бұны мен Д деп алайын. Сонда 0-де -7. Енді бізге мынандай сұрақ қойған екен. Осы нүктелер координаталарының қандай ерекшелігі бар? Оқушылар, мұнда біз
нүктелерді абсцисса осіне орналастыратын болсақ, онда y-тер 0-ге тең болады екен да. Ал ордината осіне орналастыратын болсақ, ол кезде мінекей x-тері 0-ге тең болады екен. Енді екіншісінде бізге былай дейді: абсцисса осінен жоғары орналасқан бірнеше нүкте және абсцисса осінен төмен орналасқан бірнеше нүкте салыңдар. Осы нүктелер координаталарының қандай ерекшелігі бар? Мына бізде абсцисса осі жоғары қарай бірнеше нүкте, төмен қарай бірнеше нүкте орналастырайық. Мысалға, мына жерге бір нүкте орналастырайық. Бұл бізде 6-да 4. Бұл жерге мысалға Е деп қойын. Енді мына жерге біреуін орналастырайын. Бұл бізде F деп қояйық, Енді Е нүктесінің координатасы 6-да 4. Ал F нүктесінің координатасы -5-те 2. Енді төмен жағына орналастырайын. Мысалға, мына жерге біреуін орналастырайын. 2-де -3. Бұл бізде К нүктесі деп қояйық. Ол 2-де -3 дедім, Енді мына жерге біреуін орналастырып қойын, L деп қойын. L нүктесінің координатасы -3-те -7. Бұл жерде бізде -3 қой. Енді бізге былай деген ғой, осы нүктелер координаталарының қандай ерекшелігі бар? Егер біз нүктелерді абсцисса осінен жоғары қарай орналастыратын болсақ, ол кезде бізде y-тер оң таңбалы болады екен. Ал мінекей осылай төмен қарай орналастыратын болсақ, y-тері теріс таңбалы болады екен. Енді бізге ордината осінің сол жақ бөлігінде орналасқан бірнеше нүкте және ордината осінің оң жақ бөлігінде орналасқан бірнеше нүкте салыңдар. Осы нүктелер координаталарының қандай ерекшелігі бар? Енді оқушылар, біз үшінші тапсырмада нүктелерді салмай-ақ, мына өзі ордината осі болатын болса, F және L нүктесі сол жақта, ал E және K нүктесі оң жақта тұр ғой, соған қарап айтасақ болады, қандай ерекшелігі бар екенін. Мұнда бізде F нүктесінің координатасы -5-те 2 болды, ал L нүктесінің координатасы -3-те 7 болды. Енді біз ордината осінің сол жағына қандай да бір нүктелерді орналастыратын болсақ, оның x-тері мінекей минус болады екен да, ал оң жағына орналастыратын болсақ, x-тері мінекей плюс таңбалы болады екен. Түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.